Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін ерекше тағам, түрік тағамы, кебаб бейти сарма дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен фаршымызды дайындап аламыз. Фаршқа бір үлкен пиязды ұсақтап тураймыз. Одан кейін үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Және де мен сухой зелень қостым. Және бір үлкен чеснок қосып, барлығын жақсылап араластырып, жарты сағатқа холодильникқа қойып қоямыз. Оған дейін соусымызды дайындаймыз. Осындай томатный паста керек. 10 ас қасық, оның үстіне ыстық қайнаған 10 ас қасық су қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне 2 чеснок, сухой зелень қостым мен 1 қасық. Содан кейін 3 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз, және де жарты шай қасық қара бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бағана қосуға ұмытып кетіппін. 1 пиязды теркадан өткізіп, қосып араластырамыз. Соусымыз міне дайын болды. Енді салат жасаймыз. 1 морковьті тазалап, теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін оның үстіне 1 чеснок қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, үстінен қайнаған ыстық сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің фаршымыз холодильникте тұрды. Енді одан осындай котлеттер дайындаймыз. Барлығын дайындап алып, осындай пергаментті майлап, үстіне қойып шығамыз противенге. Қасына қалаған овощи қойып пісіріп алуға болады. Мен морковь қостым. 180 градуста пешімізде 20-30 минутқа пісіріп аламыз. Оған дейін гарнирімізді дайындаймыз. Мен де күріш осылай қылдырып пісіріп алдым. Одан кейін помидор мен огурцты осылай турап алдым. Барлығы дайын болғаннан кейін осындай тарелкаға жинаймыз. Міне біздің осындай котлеттеріміз пісіп шықты. Енді оны лавашқа орап, одан кейін кесіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей барлығын жинап, одан кейін осылай кебаптарымыздың үстіне бағанағы жасаған соусымызды құямыз. Одан кейін оның үстіне қаймақ немесе натуральный йогурт құйып шығамыз. Өте дәмді, ерекше кешкі ас дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлық отбасыңызға ұнайды деп сенемін. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмайсыздар. Менімен бірге дайындаған болсаңыздар, менің инстаграм парақшамды белгілеуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!